Қайырлы күн, құрметті әріптестер, жас оқырмандар. Қазақстан Республикасында балалар мен жасөспірімдер оқуын қолдау жылы аясында Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы кітапхана балаларды халық ертегісі арқылы қазақ мәдениетімен таныстыру және балдырғандарды ерлікке, адамгершілікке, инабаттылыққа тәрбиелеу мақсатында облыс кітапхана арасында әжемнің ертегілері атты челленджін қолға алды. Челлендж қазан айынан әр аптасынан басталып, жылдың аяғына дейін жалғасын табады. Жылдың соңында барлық қатысқан облыс кітапхана ұжымдарына ұйымдастырушылар тарапынан алғыс хаттармен марапатталады. Сіздерден осы челленджге белсене қатысады деген сенімдеміз. Ең қызықты шығармашылық бейнелерді сіздерден күтеміз. Алғашқы челлендж эстафетасын Түркістан қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасына жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңіз қазақтың халық ертегісі Алтын Сақа. Алтын Сақа ертегісінің басты қаһарманы, идеялық нысанасы ол халықтың арман мұраты. Қазақтың халық ертегілерінің басқа ертегілердің ерекшелігі ол ерте заманнан бастап қазақтың мұқтажын, салт дәстүрін, наным сенімдерін, тұрмыс тіршілігі суреттеледі. Екіншіден, ол балдырғандарды ерлікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Сонда ертегілерінің бірі Алтын Сақадағы баланың ерлігі, ол тек қана өзінің ата-анасын ғана емес, бүкіл қалың елін жалмауыз кемпірдің зорлық-зомбылығынан азат етеді. Ендеше балдырғандар Алтын Сақа ертегісін тыңдайық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір байдың жалғыз баласымен 4 төбеті болыпты. Байдың баласының өзінің алтын сақасы болыпты. Бір күні ауылдан ауылға көшкен кезде, бай баланың алтын сақасын далада көшкен жерінде қалдырып кетеді екен. Бала келіп әкесіне айтады: "Әке, менің алтын сақам қайда?" дейді. Әкесі айтады: "Ойбой, біз көшіп жүрген кезде ол жайлауда қалып қапты. Өзің барып алып келе ғой" деп дейді. "Оны мен қалай алып келемін?" деп бала әкесінен сұрайды. Бала айтады: "Сен бар да жылқышыдан сұра" деп дейді. Бала жылқышыға келіп айтады: Жылқышы, менің алтын сақам жайлауда қалып қапты. Маған бір тай берші" дейді. Сонда жылқышы айтады: "Ана тайдың ішіне барасың, саған сол тайдан қай тай сен бетіне қарайды, сол тайды сен аласың" деп дейді. Содан кейін бала тайдың жылқышының арасына келіп қараса, бір қотыртай баланың бетіне қарап тұр екен. Бала барады да сол қотыртайға барады, қолынан жетектегенде бала үлкен жылтырап, жүні жылтырап құнан болады екен. Одан кейін мынандай тоқымды үстіне салған кезде үлкен дөнен болады екен. Үстіне қарғып мінгенде үлкен жүйрік ат болады екен. Сол дөнен атына мініп шауып келе жатқанда балаға бірақ жылқышы айтады: "Әй балам, сен байқа, сенің алтын сақан сондай жерде жатыр, ол жерде жын шайтандар жүреді, сені жалмауыз кемпір алдап кетуі мүмкін, сен абайлап сақтанып отыр" деп айтады. Бала атпен шауып келіп бір талдың түбіне келсе, бір жалмауыз кемпір отыр екен. Соның жалмауыз кемпірден бала сезіктеніп қалады да: Апа, менің ана жерде жатқан алтын сақамды алып берші" деп дейді. Жалмауыз кемпір бірден: "Ой балам, мен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, сен өзің ала ғой" деп дейді. Бала одан секем алып қалады, оның жалмауыз кемпір екенін біліп қойды ғой. Соны айтады: "Жоқ ата, мен де тайымнан түсе алмаймын" деп дейді. Сөйтіп тұрған кезде тайы ақырын ғана басын еңкейтіп тізесін бүккен кезде тала алтын сақаны жұлып алып қашып кетеді. Ал жалмауыз кемпір оны тұра қуады артынан. Қуып келе жатады да бір тісін суырып алады да тайға лақтырып кеп қалған кезде тайдың бір аяғын қалады. Тай үш аяғымен шауып келе жатады. Шауып келе жатып, ұзап бара жатқан кезде жалмауыз кемпір тағы бір тісін жұлып тағы да лақтырып кеп қалғанда тайдың екінші аяғы жұлынып кетеді. Бала таймен бір шауып келе жатып, алдында үлкен емен ағашы тұр екен. Содан тай еңкейеді, бала үлкен жорғалап тамай еменің үстіне шығып кетеді. Содан кейін соның үстінде отырады, бір уақытта жалмауыз кемпір не істерін білмейді, тағы бір түсін суырып алады да
талдың түбін қаза береді. Сол кезде қаза бастаған кезде бір түлкі келеді. Әже, не істеп жатырсың деп сөйдейді. Мен мына талды құлатайын деп қазып жатырмын деп сөйдейді. Әкеліңіз маған әже, маған беріңіз тісіңізді, мен қазайын, сіз барып демалып жатыңыз деп сөйдеп кемпірді алдап қояды. Кемпір бар ұйықтап қалған кезде әлгі тіс алады да суға ағызып жібереді, өзі қашып кетеді. Бір уақытта жалмауыз кемпір орнынан тұрып қараса, қазылмаған тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Алда қойғанын біліп қояды да, тағы бір тісін жұлып, тағы емен түбін қазып өткен, тағы бір түлкі келеді. Ой, апа, не істеп жатырсың? Әкеліңіз, сіз демалыңыз, мен қазайын, жатып демалыңыз деп айтады. Жоқ, жаңа ғана мені бір түлкі қалдап кеткен, мен демалмаймын енді, өзім қазам деп сөйдеді. Ой, апатай, ол қырдың қызыл түлкісі, мен жердің сары түлкісімін, мен сізді алдамаймын әже. Әкеліңіз, мен қазайын, сіз жатып демалыңыз дейді. Оған тағы да сенеді де, кемпір барып жатып демалған кезде ақ түлкі де кемпірді алдап кетіп, суға тісін лақтырып жібереді да, тағы қашып кетеді. Сөйтіп қаза бастағанда, енді мына емен құларға шаққан кезде баланың есіне өзінің 4 төбе түседі. Соң төбеге қараса, бір топ қарға ұшып бара жатады. Соң бала қарғаға айтады: қарғалар, қарғалар, сонау жерде менің ауылымда төбеттер бар. Сол төбеттерді маған шақырып жіберіңдерші, мен жалмауыздан құтқарсын деп айтады. Бірақ қарғалар қарқ дейді да, тағы да ұшып кетеді. Одан кейін бір уақытта қарғалар тыңдамай ұшып қашып кетеді ғой. Одан кейін қараса, төбелерінен үйректер ұшып бара жатыр екен. Бала тағы да үйрекке жалынады. Үйректер, осы менің төбеттеріме барып айтыңдаршы, мені жалмауыз кемпірден құтқарсын, қазымна емен құлайды, мен жалмауыздың қолына түсіп қаламын дейді. Үйректер де тілін алмай ұшып кетіп қалады. Бір уақытта қараса, бір қарлығаш ұшып бара жатыр екен. Қарлығашқа айтады: қарлығаш-ау, қарлығаш, маған көмектесші, мен төбеттеріме барып айтыңдаршы, маған көмектессін деп айтады. Қарлығаш кезінде сол баланың ауылында өзінің ұясын салған екен. Сол кезде бала оған көмектескен екен. Сол жақсылыққа жақсылық деп қарлығаш барып төбеттерін айтады. Төбеттері келіп, жалмауызды өлтіріп, баланы емен ағаштан түсіріп құтқарып алады екен. Соң кейін төбеттің үстіне мініп алып, бала ауылына барады. Патша таң қалады баласының аман есен жалмауыз кемпірден келгенін көріп, бүкіл ауылды той жасап, солай тарқасады екен. Міне жақсылыққа жақсылық деп, сол қарлығаштың арқасында бала аман есен қалыпты. Ал балалар, осы мен сендерге арналған менің ертегім аяқталды. Тыңдағандарыңа көп рахмет. Тағы да сендермен ертек айтуға қауышам деген ойдамын. Көп рахмет. Сендерге ұнады ма ертегіміз? Иә.